өзінен бөлек ақша әйнектегі ташкентский чай болу керек, самаурын емес. Келісім жоқ қой. Википедияға алып келетін және сатылымға алып келетін 100 000 адамда қалмайтын болады. Қазір өтпейді. Ол шынымен болады. Қазір инфошу сабақты соңына дейін қарап шығыңыз. Сәлем қыздар, бүгін сіздерге блог неге өспейді, сол бойынша сөйлесетін боламыз. Мен Камшат Жорабек қызы, 3 жылдық практик продюсер маманмын. Осыған дейін гинеколог, эндокринолог, сексолог, наули тренері, нутрициолог мамандармен бірге жұмыс жасадым, яғни 10 шақты эксперттермен. Одан кейін осы уақытқа дейін бірнеше шәкірттерді тәрбиелеп шығарған ментор, наставник, продюсер маманы боламын. Мен алғашқы 5 күндік прогресстен 30 миллион жасаған кезімде 30 миллионнан бөлек мен сторис охватын 200 адамнан 3 мыңға дейін көтерген, яғни бір аптаның ішінде көтерген экспертімде болды. Ол эксперттің парақшасын көріп шықсаңыздар болады. Дәл қазіргі таңда менде 3 экспертпен продюсерлікте жұмыс жасаймын және 20-дан астам шәкірттерім бар. Бұл шәкірттердің қолданған техникасымен ол кісілер қазіргі таңда менің парақшамнан отзывтарын қарай аласыз. 2 миллион айына кемі тауып отырған шәкірттер бар. Сіз де дәл сол деңгейге жете аласыз. Ең бірінші қателік бұл парақшада продвижение жасамау. Яғни айында 30 күн болса, 30 күннің 10 күнде сіз барсыз, қалған 20 күнде жоқсыз. Адамдар сізді ұмытып қалады. Қазір инфошу ақпарат өте көп. Ол ақпараттың ішінен осы пәленше деген блог бастап еді ғой деп ешкім іздеп шықпайды. Тек қана сізді жақыннан танитын, сізбен жұмыс жасаған, сіздің услугаңызды немесе өніміңізді алып, сізді бір ұнататын, жақсы көретін, сыйлайтын адамдар ғана есте сақтайды. Ал сіз егер масштабқа шыққыңыз келсе, сіз үнемі болмаса да қыздар, аптада 7 күн болса, 4 күнде сторизге шығып отыруларыңыз керек. Одан кейін Reels аптасына 1 немесе 2 аптада 1 Reels міндетті түрде ол эксперттік болмаса да, жай ғана тұлғалық, өз нишаңызға байланысты трендті видеоларды түсіріңіз. Сол арқылы да сізді адамдар тани бастайды. Бастапқы уақытта сіз кішкене алгоритмге енбеуіңіз мүмкін, адамдар сізді түсінбеуі мүмкін. Оған дейінгі де жасалатын жұмыстар бар, қазір айтып өтемін. Екінші қателік бұл упаковка жасалмаған парақша. Сіз коллаборация жасаңыз, немесе жаңағы взаимный пиар жасайсыз ба, таргет жібересіз ба, егер сіздің парақшаңыз упаковкаланбаса, яғни келген адам сізді не алатынын, нені түсінетінін, өзіне бұл парақша қажет пе, оны түсіне алмаса, сіздің парақшаңызда қалмайды. Сіз неге бюджетке, таргетке $100 қоймайсыз, $500 қоймайсыз? Неге сіз рекламаға мықты, мысалы, Рыспала Экранбай 1 миллион тұратын таргетіне рекламасына бердіңіз? Бірақ келген адам сіздің парақшаңызда не алады, қалай алады, түсінбейтін болса, яғни парақшаңыз упаковкаланбаған болса, сіздің парақшаңызда ол парақшадан келген 100 000 адамда қалмайтын болады. Сол үшін парақшадағы упаковка, сізді жаңағы мен 3 баланың анасы, үйде отырып, декретте отырып, сетевойдан миллион таптым деген сияқты упаковка, шапкалар қазір өтпейді. Шапкаға конкретно не жасайсыз, не істеу керек, барлығын келген адам не алатынын міндетті түрде. Және де сіз неге біріншісіз, яғни бұл нишадан неге сізді олар таңдау керек, соған шешім бере алсаңыз, онда сізде келген клиент міндетті түрде ол жай ғана трендтен келсе де, сіздің мақсатты аудиторияңыз болмаса да подписка жасайтын болады. Көпшілігі осы упаковкадан қателеседі, парақшама таргет жібердім, адам келмейді, реклама бердім, адам келмейді, видео салдым, адам келмейді деген проблемаларды басына үйіптеу болады. Бірақ қараңызшы, осыларға арнап мен интенсив жасап жатырмын. Ол интенсив 3 күндік болады. Бірінші күндікі бұл сторис сабақтары. Бағдарламасын осы жерге тастап кетемін. Екінші күні бұл упаковка. Упаковка тек қана шапка емес. Ол жерде highlights, тіпті сіздің тұрған аваңыз, никнейміңізге дейін сізге келетін адамды ұстап қалатындай жасау керек, және контент, визуалда упаковкаға кіреді. Үшінші күнгі сабақ самозапуск бойынша жүйе, яғни кез келген эксперт, блогер үйінде отырып ақ, блогты қалай бастау керек, нөлден бастау керек, жұмыс кәдімгі жүйе. Яғни бірінші не жасау керек? Бірінші упаковка, одан кейін контент, сторис деген сияқты не жұмыстар жасалу керек? Запуск воронкаға дейінгі жолды мен көрсетіп беретін боламын. Бағдарламасын осы жерге көрсетемін қыздар. Бағасы туралы толық ақпаратты осы видеоның соңында айтамын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап отырыңыздар. Үшінші қателік бұл парақшаның тым сухой болуы. Оны былай түсіндірейін, сіз дәрігерлік парақшасыз, парақшаңызда қарапайым адам түсінбейтін тілде, тек қана медицинский тілде ақпараттар бересіз. Өте қиын диагноздар туралы айтасыз, соны түсінбеген адам, яғни Википедия ғой, адам бір проблемасы бар ма, оны Google-ға жазса, Википедия шығарып береді. Дәл сондай сіздің парақшаңызға сол бір ақпаратты алу үшін ғана кірмеу керек. Парақшаңызда тек қана пайдалы ақпараттар, пайдалы болғанда да қыздар шатаспаймыз.
Бұл жерде пайдалы ақпараттың екі түрі бар. Википедияға алып келетін және сатылымға алып келетін. Әсіресе дәрігерлік, SMM блогтағылар тегін ақпарат беріп жатырмын дейді, сатылымға алып келемін дейді. Бірақ қыздар ұмытпаңыздар. Сіз мысалы да бір кафеде отырсыз, 5 қыз отырсыз, иә. Егер официант сізге ташкентский чайды кішкене чайникпен әкеліп береді, ортада үлкен мерси тұр дейік. Ол мерсиді сіз барлығыңыз жеп отырсыздар, тәтті, чайник таусылды бір құйғанда. Екіншіден сіздер тағы шоколад жейсіздер, тағы да официанткадан барып шай сұрайсыздар. Егер сол официантка сізге келіп үлкен самауырмен чай әкеліп беретін болса, сіз қайтадан сұрамайсыз. Сол сияқты сіздің беретін ақпаратыңыз жаңағы кішкентай чайниктегі ташкентский чай болу керек, самаурын емес. Сіздер самаурынды әкеліп беріп қоясыздар, яғни парақша уже Википедия. Ол жерден адам сізден өнім сатып алғысы келмей қалады. Бұл жерде контентте жіберетін бірнеше қателіктер болады. Сол үшін де осы қателікті жібермей, пайдалы ақпарат беріп мен подписчик жинаймын деп әуре болмаңыздар. Оның да өзінің бір белгілі жүйесі бар. Келесі қателік бұл бір ғана амалмен продвижение жасау. Ол тек қана стори жүргізіп, рил салмау, таргет жібермеу, TikTok жүргізбеу, YouTube салмау. Я, сторизбен сатылым жасай аласыз, ол өтірік емес. Сторизбен қашанғы сатылым жасайсыз? Сіздің қарайтын 500 адам 6 ай көлемінде сізден өнім алды ма? Демек, уже сізде 6 айдан кейін де сату керек қой. Бұл жерде уже сізге жаңа аудитория керек. Ол аудиторияны қалай жинайсыз? Әрине контент арқылы рилс саласыз, TikTok жүргізуіңіз керек, YouTube-ты да жүргізіңіз, YouTube-тың өзінен бөлек ақша түседі, қыздар ұмытпасаңыздар. Одан кейін барып сіздерде таргет, коллаборация, взаимный пиар, яғни өзіңізбен қатарласа эксперттермен кездесу ұйымдастырып, сол арқылы бір-бірлеріңізді отметка жасап, жай ғана аудиторияға өзіңізді отметка жасауды ұсынып, кішкене сыйлықтар беріп деген сияқты, сол арқылы подписчикке келуге болады. Сол үшін де бір сторизге, немесе бір рилсқа, немесе бір таргетке байланып отырудың қажеті жоқ. Бесінші қателік бұл продвижениеден, яғни парақша жүргізуден, парақшаны жүргізуге алған білімнен, таргетке салған ақшаны қимай жұмсау. Яғни, мысалы мен таргетке 200 мың за услуга беретін болсам, плюс күніне $10 беремін ба? Мен 200 мың теңгем кетті, 500 мың теңгем кетті емес. Мен егер мен осы 500 мың теңге бердім, демек маған 500 подписчик керек деп удовольствие алып керек адам. Сіз қаншалықты мынау ішкі состояние ол ақшаны жібермей тұрса, ол ақша сізге еселеп қайтпайды. Сіз продвижениеге ақша салдыңыз ба? Бұл таргетолог может маған аудиторияны дұрыс таңдап бермейтін шығар, бұл таргетолог қымбат алып жатқан шығар деген сияқты бір ойлар болатын болса, ол шынымен болады. Блогтан тағы бір жіберетін қателік критикадан, осуждениеден қорқу. Енді ол критика барлық жерде бар. Сіз келін ретінде де бар, ондай критика, сіздің бала қарауыңызда ана ретінде де бар. Сол үшін блогта бұл нәрсенің болуы қалыпты. Блог жүргізген уақытта 10 адам қарайтын болса, оның 4-еуінен сізге негатив болады. Қайта сол негатив арқылы сіз өзіңізді дамытасыз. Ол негатив сіздің қай жеріңізге келді? Мүмкін ол сіздің сөйлеу тоныңызға, немесе грамматикаңызға, немесе сіздің бет-әлпетіңізге қай жерге келді? Сол жерін дұрыстауға машықтанасыз. Көп адамдар ойлайды да, егер менің подписчигім қазір 10 мың болса, 100 мың болса, бұдан 2 еселенеді ма? Менің критикам маған келетін осындай осуждение деп ойлайды да. На самом деле жоқ, қыздар. Егер сіз блог жүргізіп, блогтағы подписчиктеріңіз көбейетін болса, егер сіз мықты эксперт болып, осы экспертлігіңізге мықты қаражаттар салып, білім алатын болсаңыз, сол арқылы жұмыс жасайтын болсаңыз, сізде қайта мынау сізге адвокат клиенттер өте көбейеді, сіздің мынау критика жасайтын адамдардың саны азая түседі. Сіз қаншалықты дамисыз, соншалықты егер мықты болып дамитын болсаңыз, яғни эксперт ретінде мықты дәлелденетін болсаңыз, сізге критика азаяды. Сіз ойламаңыз, сол үшін блогты тастап кетпеңіз. Мен критикадан қорқамын, маған пәленше бүйтсе, маған айналамдағылар поддержка бермей, тек қана минус жағымды айта берсе қалай болады деген ойды мидан алып тастаймыз. Мысалы, мен қазір маған ешкім келмейтін сияқты қалай болады екен деп отырған рилста түсіретін болсам, мысалы, сол состояниемен рилс түсіретін болсам, маған ешкім келмейтін еді. Демек, бұл жерде адам келіп отырмай, мен өзіме сенімдімін. Сол сияқты, егер сіз өзіңізге сенімді болмасаңыз, ол сіздің маңдайыңызда жазылып тұрады, сіз айтпасаңыздар. Мысалы, мен ешкім шәкіртім жоқ қой, мен кейсім жоқ қой, парақшаны қалай жүргіземін, неден бастаймын деген сияқты ой болуы мүмкін да. Егер сіз өзіңізге өзіңіз кейс болсаңыз, соны аудиторияға көрсететін болсаңыз, адамдарға сол қызық. Мен алғашқы айтып өткен гинекологымда ең бірінші сторизді жүргіздім, прогрев маманы болдым, продюсер ретінде контент жаздым, воронка түздім. Бастапқы уақытта менде опыт аз болғандықтан сторителлинг, сюжетті линияны кішкене түсінбейтін. Ал қазір менде сторителлинг жазу, сюжетті линия жасау, бір сторизбен екінші сторизді байланыстыратын, контекст орнататын арнайы техникалар бар.
соларды құрастырып отырып мен интенсивін бастадым. 3 күндік жаңағы айтып өткендей, бірінші күн толықтай сториз деген не және сторизді сатылымға алып келетіндей техникалар. Бұл жерде бірнеше сабақ болады. Екінші күнгі интенсивтің сабағында упаковка блок болады. Бұл жерде блокты упаковкалау жаңағы айтқандай. Үшінші күні самозапуск жүйесін беремін. Бұл интенсивтің бағасы негізі 30 000 теңге. Осы тегін сабақтарды көргендер үшін 10 000 теңге болады. Реквизит міне WhatsApp нөмірге өтіп, менен тағы да толық ақпарат ала аласыздар.